Осы іспен Астана қаласында жүргенімде ертең қылмыстық іс ашылады деген күні 24 жылы июнның 3-не беймезгіл уақытта, яғни кешкі сағат 9-дарда үйге сот орындаушымын деген екі азамат келіп, үйдегі 16, 7, 6 жастағы балаларды және сол балаларға қарап отырған 80-ге таяған анамызды қорқытып, 3 күнде үйден шығыңдар, өз еркелеріңмен шықпайтын болсаңдар, біз сендерді қуып шығамыз деп қоқан-лоққы көрсетіп, қорқытқан, жылатқан. Сол аралықта 16 жастағы балам жақын тұратын ағасын звондап шақырып үлгерген. Біреуі видеомен бізге звондап тұрған, біреуі оларды видеоға түсіріп тұрған. Және олар үйге кіріп чөчіктің показанияларын көруіміз керек деп баланы жұлқып, 16 жастағы баланы үйге кіруге оқталған. Қазір мына сол видеодан қысқаша үзінді түсінікті болу үшін өздеріңізге салып көрсетейін. Қалған толық нұсқасын мен видеоның соңынан салатын боламын. Для того, чтобы выселить. Я вам еще раз говорю, данный процесс у вас до сих пор продолжается, правильно же ведь? Нет, подождите меня, пожалуйста, выслушайте меня. Процесс до сих пор продолжается, правильно же? Сейчас они мне, вот эта та сторона, которую вы в виде ответчика подаете, они говорят то, что кассационный суд подали, комиссионный, то есть у них имеется талон. А окончательного решения суда у вас не имеется. На выселение тоже у вас не имеется. А каким образом вы собираетесь выселять? Я не знаю, что такое комиссионный суд. Ну, вы же юрист, как это вы не знаете? Не знаю я такое. Как это не знаете? Вы же юрист, вы же должны знать. Раз вы подаете в суд в гражданском порядке. Все, давайте, до свидания. Нет у вас решения суда о выселении, нету у вас полномочий, чтобы выселять. Міне бұл жерде мұқият тыңдап қарасаңыздар, Венера Тапаеваның адвокат жіберген сот орындаушылары өздері шақыртқан полиция қызметкеріменен телефон арқылы Тапаева сөйлесіп тұр. Полиция Ернұр Тапаеваға қолыңызда сот шешімі жоқ, сіз заң бұзып тұрсыз, оның үстіне процесс әлі аяқталған жоқ десе, Тапаева мен кассацияны білмеймін, яғни заң паңды білмеймін, ол үйді олар босату керек, сенің қызметің, міндетің оларды үйден қуып шығу керек деп тапсырма беріп тұр. Сонда еліміздегі заң Тапаеваға қызықтырмайтын болса, бұл елде неге жүр? Әркім заңды өз қалағанша, өз ілгендерін жасап пайдаланатын болса, онда біздің елге президенттің, өкіметтің не қажеті бар? Осы заңсыз сот орындаушылар келген кезде мен 102 шақыртқызып, үстінен шағым түсірткізген болатынмын. Полиция департаментінде осы видеоларды, материалды көре отырып, тексеріп, қылмыстық істің құрамы бар деп көй ашып, қылмыстық іске тіркеген болатын. Полиция басқармасынан өздеріне, яғни полиция департаментіне қылмыстық ісіміз өткеннен кейін белгісіз себептермен бұл істің ішінен алынып тастапты. Бұны да кеше біз қылмыстық істің материалдары қолымызға тигеннен кейін қарап біліп отырмыз. Полиция қызметкерлері қылмыскерлердің қылмысын жасыру үшін жұмыс жасайтын болса, прокурорлар сол заңсыздықты анықтамайтын болса, онда бұл мекемелердің мақсаттары мен міндеттеріне